бірге тойлап бірге өткізген жалындаған жас шағым, талай қызық бірге өткізген қайдасыңдар достарым. Достар, достар, жүрсің қайда, біргеді ғой жанымыз. Еске алысып осындайда, кел шырқайық бәріміз. Еске алысып осындайда, кел шырқайық бәріміз. Бәрімізде таптық бүгін бақыт жолын іздеген. Достық сезім, достық жағын әрқашанда бізбенен. Достар, достар, жүрсің қайда, біргеді ғой жанымыз. Еске алысып осындайда, кел шырқайық бәріміз. Еске алысып осындайда, кел шырқайық бәріміз. Достар, достар, жүрсің қайда, біргеді ғой жанымыз. Еске алысып осындайда, кел шырқайық бәріміз. Еске алысып осындайда, кел шырқайық бәріміз. Осы Қызылжар, Шөмішкөл, Ескіра, Райым, Вадагашки деген елдерден құралған түлектеріміз. Осы бірінші бейбітскі, бірінші түлегіміз осы мектептің. Жүрегімізде, тілегімізде осы мектепте талай қоғамды тәрбиелейтін, отанды тәрбиелейтін, мемлекетті нығайтатын ұрпақтар өсіп шығып жатыр осы мектептен. Енді біз 10 жылдықты, 50 жылдықты осы жерде қақпа, мектептің қақпасын сыйлап жатырмыз. Осы қақпадан білім кірсін. Осы қақпадан мұғалімдердің ұлағаты кірсін. Бар қазақтың руханияты осы қақпадан өссін, түлесін деген ниетпен
сыйға тартып жатырмыз. Мына 50 жылдықтың жастарымыз ғой енді. Сондықтан да мына лентасын қиып, жаңағы өзінің жолыменен осы дарбазадан мектепке құтты қадамымызбен енсек деп тұрмыз. Осы лента қиятын мына өзіміздің сабақ берген ағайларымыз. Апай қалып қойды оған яқында. Апай қайда? Апай қайда? Зағип апай береді. Иә. Қайшайды берген. Бұл жағымызды ашсақ та. Жаке, işin bana geç girdi. Етіңіздер. Енді мына абыр-дабырды басайық.
Yüzüne gelip bırakı koyduk degen Üyümün üstüm çorak ayırıp gelip Algısız atıp soğuk sökedimin yıldap Koyundap geçim düşümdi saygırıp görep Benim di şaban malından angarlar kaptap Ağlamımdır bugülerimin zangarlar kaptap Zarımdın sultandığında sulay aldıram Min bozanlar nasıl var marman dedemler Sizlerden tutaganlarınız Saynal Aydidar Ercan'ın orundağınağa saygılı görünür. Hürmetli konaklar, kadirli ustazlar, ardaқты түлектер. Sağınışqa tola жылдар атты түлектердің кездесу кешіне hoş келдіңіздер. Бүгін сіздердің әрбір қадамдарыңыз сағынышқа, қуанышқа, естелікке толы. Қаншама жылдар бұрынғы парталастарыңызды, ұстаздарыңызды көріп, жүректеріңіз лүпілдеп тұрғанын сеземіз. Сонау жылдар бұрын мектеп бітіру кешіне жиналған сіздер бүгін тағы да дәл сол мектеп алдында сап түзеп келіп отырсыздар. Тоқтаусыз өткен уақытта бір сәтке тоқтататындай әсерде болармыз. Құрметті түлектер, сіздерді мектеп директоры мен ұстаздар әрқашан қарсы алуға дайын. Сахна төріне бүгінгі кешімізді ашып беру үшін мектеп директоры Көктілеу Жолдас ағайды шақырамыз. Құрметті бүгінгі кеш қонақтары, құрметті ағалар, апалар, және менің құрдастарым. Енді бүгін 2025 жылы 19 маусым күні сіздердің дәліздеріңіз бүгінгі күнге тоғысып, бұйырып, осы нөмірі 81-ші орта мектепке бастарыңыз қосылып жатыр. Енді бұл кештің негізгі себебі ортамызда отырған үлкен ағаларымыз, апаларымыздың осыдан бағана ұмтылып ағамыз айтқандай 60 жыл бұрын кішкене тарыдай болып кіріп, осы мектептің ең алғашқы нөмірі 81-ші орта мектебінің алғашқы түлектері болып бастап, 1975 жылы осы мектепті ойдағыдай аяқтап, өмірге қанат қақтыңыздар. Енді онан кейінгі сіздердің ізбасарларыңыз 10 жыл өткеннен кейін, 1968 жылға туылған түлектер 1985 жылы осы мектепті бітіріп, бұл азаматтар мен азаматшаларда осы мектебіне бүгін сіздерге 50 жыл болса, бұл азаматтар мен азаматшаларға 40 жыл болып, мектептеріңізге, өздеріңіздің үлкен ұшқан ұяларыңызға қайтып келіп жатырсыздар. Сіздердің талаптарыңыз оң болсын, әрқашанда отбасыларыңызда амандық болсын, денлеріңіз сау болсын, осындай жақсы күндеріңіз көп болсын. Мынау қатарларыңыз келмей, бұдан да кейінгі 60 жыл, 70 жыл тойларыңызды тойлап, бастарыңыз қауыша берсін демекпін. Енді келгеннен кейін, келгенше қонақ келгесін, үйіңіз ұялап дейді, сіздерге кішкене ғана орысша айтқанда скромный дастарханымызды, көңілімізді білдіріп жатырмыз. Енді осыны қабыл алыңыздар. Енді мына сіздердің бүлдіршіндеріңіз, балаларыңыз, немерелеріңіз олар біріңізге өнерлерін көрсетіп жатыр. Осының барлығы сіздер үшін арналған құрметтер түсініңіздер. Енді осы мектепке 2023 жылы басшы болып келгеннен бері осы мектепте жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан енді бұл жердегі мен айтқым келгені осы мектептен ұстаздардан алған әлім тәрбиемді ары қарай ұстай отырып, осы сіздердің өзімнің түлеп шыққан ордама
басшы болып келу мен үшін үлкен бір құрмет деп түсінемін. Сондықтан бұл құрметке, бұл атаққа, бұл мәртебеге осы 81-ші орта мектебінің шарамыз өте әдемі басталып жатыр. Ағаларымыз 50 жыл тойып жатқан ағаларымыз деп апаларымыздың сый құрметіне өздеріңіз куә болдыңыздар. Мектеп, ағамыз айтып жатыр ғой, Оңдалап ағамыз, мектепке осы қақпа арқылы білім, тәлім, тәрбие, құт береке кірсін деп. Сол тілегі қабыл болсын. 81-ші мектептің ұжымына осы тілек қабыл болып, әумин десін періштелер. Той қыласын. Ал енді келесі кезекте енді жүргізуші өзі жалғастыра берсін. Мен де осы сіздер сияқты қонақ болайын. Рахмет. Ендеше келесі сөз кезегін осыдан 50 жыл бұрын нөмір 81 орталық мектебін бітірген түлектеріміздің атынан Оңталап Нұрмахан ағамызға және Әбдік Темірхан ағамызға сөз кезегін беремін. Тағы да құтты болсын. Біз бірінші түлектеріміз деп айтып жатырмыз ғой, кездесуіміз 50 жыл деген бір адамның ғұмыры. Кешеден бері кездесіп бір-бірімізбен балалық шағымызды еске алып, қызықты мектептің оқиғаларын еске алып, көңіл көтеріп жатырмыз. Кеше Қазалыда тойлар, бүгін енді Қызылжарға келіп жатырмыз. Сондықтан да мына 40 жыл болып жатқан түлектерде мерекелеріңіз құтты болсын. Дәуірден дәуірге өте беріңіздер. Сіздер де 50 жылдықтарын тойлап, кейінгі өздеріңдей балдарға бәке беріңіздер. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, достар, 40 жылдық түлектер, 50 жылдық түлектер болып жатқан менің класстастарым баш құтты болсын. Аса қадірлі ұстазымыз Замип апай. Біз 50 жыл бұрын сіздер білімдерімен сусындатып, мектеп қабырғасынан ұшырған 1975 жылға алғашқы түлектер еді. Алла тағала бәрімізді әр қиырға аттандырып, бір-бір мамандықтың нанын бұйыртып, қазақтың бір-бір шаңырағының ұйытқысына айналдырды. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген аталы сөз тегін айтылмаған. Туған топырақтың қасиеті мен аяулы ұстаздарымыздың ұлағатты өнегесін шаңымызға қуат еттік. Өмірлік жолымызда сіздер берген тәрбие бізді адастырмады. Ұстаздық тәлімі біздің алтын қазып, алтын бағдаршамызға айналды. Біз алыста жүрсек те, сіздер берген білімді азық етіп, өздеріңізге қарап бой түзедік. Сүріне қалсақ намыстандық. Өрге шықсақ, сіздердің арқаларыңыз деп біз мақтаныш еттік. Дарияның ағысындай жүйрік уақыт бізді де есейтті. Бүгінгі зейнеткерлердің санатына қосылып, 50 жылдық кездесуіміздің алдында сіздермен дидарласып отырмыз. Бұл ауылымыздың алақандай болса да, өз ісінің білгірі, сөйлеген сөзі, жүрген тұрысы үлгі болатын сіздердей ұстаздардан дәріс алғанымызға біз мақтаныш етеміз. Біз сіздерді құрметтейміз, ерекше сезім өргендеріңіз көбейіп, өсе беруіне тілектеспіз. Ал енді осы мәтінде жазылған құттықтау сөз аса қадірлі ұстазымыз Жақсылық ағай.
мынау сәлем сауқат, мынау сыйға сый, сыраға бал деген қазақтың сөзі бар. Біздің де апайларымызға өзіміздің арнаған сияпатымыз қағаздың ішінде. Ақшалай сыйлығымыз бар. Алып қалған жоқ. Келесі аса қадірлі ұстазымыз Жеткерген ағай, сізге де осындай Алла тағала ашып берсін. Ал. Мына ұстазға алғысымыз ол қанша айтсақ та, қанша сый көрсетсек те ол өтелмейді. Сондықтан да осы кісілердің есімін мемлекеттік дәрежеде ұлықтау мақсатында медалға, ел ардақтысы атты медалға ұсыныс бергенбіз. Сол ұсынысымыз қабыл болып, ұзақ жылдар білім саласында еңбек еткен үшін деген ел ардақтысы атты медалдар келіп тұр. Тапсырып алсақ едіңіздер. Мен ұстазым, мені әдебиетке алып келген. Үшеуінде қатар қойып. Мынау удостоверение. Мынау. Не қайда. Жәкеңе барған жоқ қой, жәкең. Нұралиева Зағипа, бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі еліміздің жас ұрпақтарына сапалы білім, саналы тәрбие беруде ұзақ жылдар бойы жасаған еңбегімізді жоғары бағалап, ел ардақтысы медалымен марапаттайды. Тақсыңдар. Тағы көрсетіп үш қалып қоймайды. Ойбай, менен Жүрелеменде өзі шаршап тұр, апайды. Жоқ, сендер көріп отырсыңдар, а біз көре алмай отырмыз. Бізге қосыласыздар ма? Азаматтар, жігіттер, бүгінгі мереке бұл ауылдың, елдің, осы Қанжар халқының мерекесі болып есептеледі. Бұл өткен себебі бұл алғаш рет осы елде болып жатқан алғаш рет кездесу. Мектеп бітірушілер келіп, мектепті ұстаздарын құттықтап сөйлеп қайтатын еді. Мынау бір үлкен бір өзгеше жұмыс шара болды. Осы шараның өтуіне, осы шараны ұйымдастырған азаматтарға 50 жылдық болсын, 40 жылдық болсын, бірдей айттым екеуіне. Мен 2-3 нәрсеге риза болдым. Біріншісі, Құдайға шүкір, Алланың берген өмірді сүріп, қартаймай, баяғы жастық кезіндесім асықтау болар, азаматтық кейіптерін бұзбай, әдемі алдында бас қосып жатқан 7 жылдықтарға соған риза болдым. Екінші, бұл азаматтар
отырып қазір балалы шағалы, немерелі, тіпті шөберелі болғандар да болып қалуы мүмкін ішінде мен білмеймін бірақ нақты. Иә. Ал 40 жылдықтарда сондай жағдайда жетіп алып, ұл-қыздарын өсіріп, тәрбиелеп, біле соған қуаныппын. Иә. Үшіншіден, осы қалыптарыңды Алла тағала бұзбай сақтай берсін дегім келеді. Осылай, осы қалыптарыңменен жұптарыңды жазбай, ауызбіршілікпенен алпысшылдықтарыңды жетті. Оның сол денсаулықты. Onun çok densalıktır. Құрметті мынау нөмір 81 орта мектебінің алғаш бітірген түлектері, қош келдіңіздер. Ең бірінші сендерік маған көтеріс қысында. Мен әуелі осы мектепте соңғы класстан келгеннен кейін мына осы соңғы классқа беріңіз дегендер алғаш рет ұстаз болдым. Міне көп баға ғалимбек сол кездегі кейбір сендердің сабақ бергенде әкелеріңнің атын, сосын қайнағаларымның атын атай алмағаным ойыма түсіп толықтым. Қоңқабай сен айтшы сабақты дегенім. Міне бұның бәріне көстік тәрбиелі, көстік сендерге білім бердім, бірақ ешқандай сендердің не көргенім жоқпын, шаққыларыңды алып тұра қалатын едіңдер, апай білатыр деп. Сыйластығымыз болды. Міне мынау келіп жатсыңдар, міне туған жерлеріңе келіп жатсыңдар. Мынау алтыныя мектептеріңе келіп жатсыңдар. Білім берген, ой берген, ақыл берген бір сияқты ұстаздарыңды көріп жатсыңдар. Міне бәрін Құдай қабыл етсін сендерге. Сендер де сондай құрметті болыңдар, сондай сыйлы болыңдар, біз сыйлап жатқан. Қазір бір шаңырақтың бәрінің ата әжесісіңдер. Алла тағала сендерге немере шөбере шөпсекші, солардың қызығын көріп, қызығына тоймай жүре беріңдер. Әр уақытта да аманшылық болсын, әлемдегі барлық жақсылық атауын тілеймін сендерге. Алла тағала сендерге бүгін ұзақ ғұмыр берсін, мықты денсаулық берсін, күш-қуат берсін. Әр уақытта да мынау сыйластық бола берсін, жұптарың жазылмасын ешқашан. Осындай 60-70 жылға дейін бойлап жүре беріңдер. Жанұяларыңның болсын, әр уақытта да аманшылық болсын, ылғи осындай тойда, қуанышта кездесіңдер. Құрметті мына 20 жылдыққа, 40 жылдыққа келіп жатқан шәкірттер, мына талаптарыңнан қойсын. Бұл енді той ғой. 20 жылдан кейін, 40 жылдан кейін аман-есен қауышып, мына алтыныя мектептерге келіп бас қосып жатсыңдар. Бұл жағынан болсын. 60 жылда мына 20 жылдыққа келіп жатқан шәкірттер, 60 жылда аман-есен бәрін түгелдей бас қосыңыздар. 40-қа келіп жатқан шәкірттер 20 жылдықты аман-есен бас қосып тойлайтын болыңдар енді. Ал енді бәрін үлкен азамат болдыңдар, адымыстап отырыңдар. Әсіресе мына 20 жылдықтың балдары менің ойымда бір мектепті жаңа бітіретін болғасын ба, алғашқы түлек болғасын ба, өте тәртіпті, бәрі жақсы оқыды. Қазір енді бәрі белгілі азаматтар ғой, мына 10 класстан бастап облысқа белгілі, республикаға белгілі азаматтар ғой. Осы азаматтықтарын арта берсін айналайын. Мына жақсы жұмыстар жасап жатсыңдар. Мектептерге мектепке келіп жатсыңдар. Әр уақытта осы жақсы жұмыстардың басында бола беріңдер. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын, тойларыңыз жалғасын. Қалыптарыңыз оң болсын сіздердің де. Ал енді мына 20 жыл бұрынғы бітірген біздің класстастарымыз 20 жылдық тарихы бар. Осы мектептің алғашқы түлектері, бірінші выпускасы, осы мектептің 10 жылдыққа бастаған біз негізі. Бірінші выпускымыз.
міне бүгінгі жолдастарымнан, класстастарыма құтты болсын айтам, бүгінгі берекелері. Аманшылық тілесін, ұстаздарымызға ұзақ ғұмыр берсін, кемелеріңізге бақытты болыңыздар. Алла аманшылық беріп, әрқашанда осындай шәкірттеріңізге қауышай беріңіздер. Сол кезінде біз 2 класс бітіргенбіз, 10-ші класс. Біреу 10-ші А класы, біреу 10-ші Б класы болып, біз сырттан келгендер 1 класс болғанбыз. Сол кезінде біздің класс жетекшіміз Тойбазар ағай болатын. Енді ол кісі бақилық болып кетті, жолдас келіп отыр. Біз сол кісіге жаңа сыйлығымызды тапсырып едік. Шапанымыз бар, орамалымыз бар, ақшалай сыйлығымыз бар. Құтты болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Семьяңыздың аман-есен жүрегіңіз. Әр уақытта сыйлап тұрсын. Көп рахмет. Болыңдар. Әр уақытта ада болыңдар. Мен тап 80-ге келіп, ана болыңдар. Ертең батам қабыл болсын. Кештен боламыз. Саған рахмет. Агласының класс жетекшісі Тілеген деген ағай болды. Ол кісі де бақилық болып кетті. Аласы келіңіз. Апайға да осындай шапанымыз, орамалымыз, ақшалай сыйлығымыз. Барлықтарыңызға да құтты болсын, аман болыңыздар. Ал енді құрметті 20 жылдық кешкі жиналған апалар, ағалар, енді мына сіздер өздеріңіздің іс-шараларыңызды тамамдап жатсыздар. Енді біз сіздерге бір ескерту айтып беретін жатырмын. Ескерту онда хабарлама ғой. Мына жерде төр жақта қарап отырсаңыздар, әйнектің астында түлектерден ізгі тілектер деген бұрыш ұйымдастырғанбыз. Соған сіздердің енді 40-тың бірі қыдыр, 1000-ның бірі уәли дейді ғой. Сіздердің кімнен тілегі қабыл болады, кім біледі. Сондықтан ізгі ниет тілектеріңізді жазып кетсеңіздер. Ұрпақтарыңызға, балаларға, ұжымға. Сондықтан енді мына сіздер же айтып жатсыздар, енді мына мешітте тағы да шарамыз бар еді деп. Сондықтан енді айтып жатырмыз сіздерге қазір. Ал кетіп қалмай, кішкене соны ескеріп кетсеңіздер деп. Мына келген қадамдарыңыз құтты болсын, тағы да құрметтеріңізге рахмет. Мектеп үшін үлкен бір қадам жасадыңыздар, бағана айтып жатырмын. Осындай сіздерді мектепті құрметтеп қадірлеп жатсаңыздар, сіздердің ұрпақтарыңыз сіздерді осылай құрметтей берсін. Рахмет, Алла разы болсын. Бата сұрап тұрген, сондықтан жастар ағайымыздан бата сұраймын. Жаратушы құдірет, Мәдинеде Мұхаммед, Әлемекте Астамлап, Сырда Қонақмет, бабалардың ұлықтары жүйелеп жебеп, мынау бүгінгі алғашқы мектеп бітірген 50 жылдық шәкірттеріміздің бүгінгі ұйымдастырған
şaralarına Allah Teala olsun var Allah'ın şarafını jittiyimiz. Allah Teala olsun baklarga uzak ömür zor din sağlık versin. Otlarının başına Allah Teala arız, iman, bak, devlet bir algı versin. Аңсаған бұланда армандары болатын болса бәрін жете берсін. Алла Тағала осыларға осының бәрін нәсіп етсін. Раббана атина Aynen bir şey. Ya var. Bu ne? Zamanla mı? Ayağını istemem. Бірінші ұстаздарымыздан бастайық. Керім баласы Әбден, Жанназар баласы Кенжалы, Жұмахмет баласы Тойбазар, Яжан баласы Орақ, Ұзақбай баласы Талапбай, Абдулла баласы Жәлел, Нахмет баласы Қарасай, Қуаныш баласы Оңғосын, Мералы баласы Тілеген, Ізбасан баласы Жақсылық, Жамаледин баласы Еламан, Қожабай баласы Сайлаубай, Ержан ұлы Қансұлу, Жүніс баласы Дәуітбай, Ибадулла баласы Бақтыбай, Нұрғожа баласы Ахмет, Бұйра қызы Зиядапай, Айымбек баласы Жасан, Үрейген қызы Сақтаран, Şahmada balası Ahmet'in balası Sayın, Erdoğan balası Ağzıbay, Barışbay balası Kaslıbay, Şur balası Ağzıbay, Yaşalı Şurada, Yarın Kızı Ürgen, Ürgen'e Kızı Sara, Osman Yusuf. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Asfalarından atababalarının şeriflerini bahşettik. Allah'ın yolunu tutturuyor. İlkan sadaka netlerimizin Allah kabul edin. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفاء سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
يعلمون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحيمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وإمام المكة والمدينة المنورة والحرام وترجمان لسان السلف والكلام وعلم الإنسان ما لم يعلم أسلوه نور ونسلوه أدم بعثه محرم قلبه مقدم اسمه الشريف مكتوب على اللوح المحفوظ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا طريق مستقيم ببركات ختم القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah Teala'dan rahmet, Peygamberimizden şefaat olsun. Allah'ın razılığı hoşuna olan hasiyette, hatmi sayıdan olan soğuklarda ardakta Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için ahli beyti en çevirdiğinden Allah Teala razı olsun. Türbet olasın, Barışan babamızı okuman var olası okunan din mağluluklarına bakıştır. Cennet-i Akkara atılgan hatta babalarımızın bilgi uçuşun üstadlarımızın okşaylıklarını Cennet-i oturduğu ötbetkin oğullarımızın okşaylıklarını bahşettik. Allah Teala aldanın çalışasın yapkan cillerin cayla ağır toprakların cihil olsun. Allah'ın yoluna bunu verip atkan sadaka niyetlerimizin Allah kabulunu versin. Bakımlarla iman versin. Kasiyetli Kur'an'ın nurmen nurlandırsın. Allah'ın öyünü basıp bilgen kadamlarımızı Allah sağlık kıldırsın. Allah yerimize, halkımıza tinçlik bereki, yolbaslarımıza amanlık versin. Verip atkan sadaka niyetlerimizin Allah kabulunu versin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا Müşkün batasın diyorsun da. Müşkün batasın diyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme taklama ve rahmetu mağfireti ve devleti ve sıraleti ve selamatı. Allah Teala amaçlıktın, barıştın, din sağlıktın, yoldan, sıkıbiden, beleceleden, kavukateden Allah aman saklasın. Ve ağalarımızdan, bağırlarımızın bir vatan sadakasını Allah kabul etsin. Allah otbaslarımıza amanlık, dinlerimizge sağlık, nesillerimizge bereke, azık nesillerimizin bol. Onur jaslarımızı Allah Teala uzak kılsın. Bursa aldığımızda жүрген ağalarımız bol olsun. Sizleri Osunda keyingilerge ölü olur Allah Teala nasip etsin. Allah Teala'nın uyunca bir vatan sadaka niyetlerimizin Allah kabul versin. Mahkumlarga iman versin, tavfiq hidayet versin.
Адалдан дәулет берсін, бақ пен сәулет берсін, оқыған дуаға, берген батаға Құдайым қабылдық берсін. Жақсы тілектеймін жаратқаннан, мал-жандар аман болғай, жалғаннан, шапағат есейдаған қадырынан қабыл болып, ауыл білім татуға ажырамай шаларынан. Жалғанның жалғыздығынан, ағайын алаулығынан, пейілін сақтасын. Қайда жүрген жүзге жүрген жақсы пен жанастырып, жағаннан адастырып, берген батамызын Ой, молодец. Дегенде 10 құрсын тарабыз, бірақ Құдайға шүкір әдемі бастап келатырмыз. Жаңа бата Құран бақыштады. Құдай бақытсын бәрі. Енді мынау Жеткербай кластасымыз мына балдарға бір батасын алып берейін мынау. Балдардың ата-анасы қойдып шақырып, балдарына бата беріп, сондай ниет. Sonra oynattı, kuşlara falan bir gelin başka. Kuşların yanvardığını bastırdı, sonra birime karayı koşur. Kızlar buna yeter, biz buna yeter. Sonra ben ağır parsıp koyduk, o sokakları bırakacağım evliymiş. Dekabr'den bastap 100 bir yıllık kalayı sayın. Ezimin girerdir жақсы. Dürüst ver. O solay bastana doğru. Onu bastan sonra kapısı olur. Atı tәтті болып. Atı tәтті болып. Әне сонымен жаймен мынау енді бір біздің мақсатымыз мынау балдарына бір тілек айтып ақ батамызды берейік. Абайлар. Şimdi ketip kalasınız, kim sendin mi? Kapağına ısıp koysam oldu mu diye kapağına. Balдар soralım. Yüzünüz batı soralım. Уже ертең басқа уақыт, ya? Қарасың, ya? Жігіттер мынау үлкен баланың үйі. Енді бармен базарға осы Батасын алып береміз. рахмет. Ал, дегендей. Енді жаймен. Мына кісі намаз оқиын, халалға кетті. Иә, нағырып баталарыңды беріңіздер, тілек айтыңыздар.
жеп ішіп алсын да нетеді ғой. Жоқ, тілектерін айтса тілек мына бізді 50 жылдыққа байланысты енді ауылға келіп сіздерге шын келіп жатқандарыңа, сый құрмет жасап жатқандарыңа үлкен рахмет. Енді класстастарым келіп жатыр ғой, үйден шай ішін көрсін деп жатсыңдар ғой енді. Тілектеріңе, көңілдеріңе алғысымыз шексіз. Мына басымыз қосылып 50 жылда бәріміз бір-бірімізбен қабылдасып жатырмыз. Қырғыздар елді мекені жалпы ыстық қой біздің балалық шағымыздың өткен жері, оқушылық өміріміздің жақсы кезеңдерінің өткен жері ғой енді. Әкеміз осы жерде мектептің директоры болды. 10 класста мен бітірмей, сол декабрьдің аяғында мен уже көшіп кеттік біз. Сөйткенде мен Қамаштан бітірдім ғой енді соңғы жағында. Не деймін енді, барлықтарыңызға тілейтінім денсаулық. Қазір енді бәріміз де зейнеткерміз. Ең маңыздысы денсаулық болып тұр ғой енді, ауырмаңыздар, аман болыңыздар, балаларыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызығын көріңіздер. Тек осындай жақсылықта, қуанышта дастархан басында кездесейік. Бір-бірімізбен енді кездестік, телефон алмасамыз, 50 жылдан бері бірінші оқытыма қыздарымыз бар, жігіттеріміз бар. Солармен хабарласып, сөйлесіп, бір-біріміздің аманшылығын жүріп тұрайық. Дәуір жетер тағдыр деп рахмет. Балалар үлкен азамат болып, ұрпақтары ары қарай жалғаса. Мына бүгін 2 ер бала бар, біреуі осы сол, біреуінікі осы үй. Біреуі Қызылордада үй. Екеуінің ортасында жүрміз енді. Сенікі. Ал Жеткербай кешір. Соны өзімше әдемілеп жетен демей Жеткербай өз азан шақырып қойған атыңмен қояйын деген баяғыда әкем айтатын еді. Азан шақырып ат қояды, соны өздерің өзгертіп аласыңдар. Негізі азан шақырған атымен атау керек деп адамдар. Жеткербай Зәуре, мына оттардың басына келіп қалдық. Алланың бұйрығымен дендеріңе саулық бірінші. Мына қоныстарың құтты болсын. Балаларыңа Алла дендерінің саулығын берсін. Рахатын екеуін қатар отырып көріңдер. Немере шөберенің қолына май жалауға жеткізсін Алла. Жан жақтарың аман болсын. Осы жайылған дастархандарың тек қана тойға, жақсылыққа, осындай достарыңа жайылсын. Оттарың басы тек қана берекелі болсын. Міне қанша адам енді 50 жылдан бері кездесіп жатырмыз деп жатырмыз, бәріміз бір-бірімізбен. Кішкентай ғана кезімізде бір-бірімізге жалтақтап мектепке енді кірген кезіміз еді 65-ші жыл. 65-ші жылы кірдік, 75-те бітірдік. 65-ші жыл кішкентай кірген кезімізді айтып жатырмын. Жеткербаймен аман келді, қол ұстасып осы яқтан жүгіріп. Талай бұл жерде Қызылжарға келсек, біз енді Қызылжардың топырағында дүниеге келгеннен кейін біздің есімізде көп естеліктер бар. Бір-бірімізді көрген кезде, бір-біріміздің әке-шешемізді көргендей болып тұрамыз. Папаң қарамауын дұрыс істедім. Білем ғой, соны айтып жатырмын ғой енді. Сол кезде мен енді көкеммен бірге жұмыс істедім. Біз ол кезде қалада жүрдік. Бұяқты емес. Соның өзінде енді айтып отырады ғой, Жеткербай деп. Аллаға мыңда бір шүкіршілік деймін. Неке 50 жылда біз барлығымыздың осы класстастардың бауыр болып кеткен біз бәріміздің басымызды қосып шаңырағында көрсетіп жатсыңдар. Мыңда бір алғыс Алладан қайтсын, басымызды қосып жатқандарыңызға. Барлықтарында оттардың басында тек жақсылық болсын. Қыздар, енді бұдан бұлай да әрі қарай бір-бірімізбен құрметіміз жалғаса берсін. Осы жаңа құрметтеп жатсыздар, рахмет. Жаңа да төрге шықтым.
бәріміз қанша дегенмен бір жасты болғанмен, бір жерден түлегі болғанмен, енді сонау жерден келіп еді қыздар анда-санда деп құрметтеп жоғарыға шық деп жатыр. Жаңа Айнагүлге күліп жатырмын, екеуміз ерлі-зайып тұқсап төрде қақайды ғой деп. Иә, емін-еркін отырып жатырмыз, бір-бірімізбен қауқылдасып, ішіміздегі сырымызды айтып, кім не болғанын, 50 жылда не істегенін бала-шағаларымызды айтып жатырмыз. Оттардың басында тек жақсылық болсын, әр уақытта осындай тек жақсылықта басымыз қосылсын. Бір-бірімізбен осы құрметіміз азаймасын. Иә, сіздерге мыңда бір алғыс. Иә, сөз жаман кетті ғой, бірден қайтып. Қаттың бір қатар дейтін Adam söyleyecek. Hatta Avtobüsün partisi direktörü olsun, Avzan'da bir Aksakal'ın Gülüm. Mikrofon burası mı? Aksakal'ın koyuyor. Yeni yurtların birisi. Amin. Pencerin soğuk olsun. Layım olsun da, Ağustos'tan başında. Dört gözleri güzel. Amanısı yürü Günümüzde toyların kutlu olsun. Ya, 60 yaşta olsun da gezisi verilmiş. Nasıl olsun? Ya, 60'ın da bak. Ben Ermeni'den kimin atsam, Moskva'nın pironundan mı şunu var yıkımız gezisiyle, resmen, şu da oydu. Vay edeyim, üstünde sağlık. Uyman şu da oydu. İsmine başında öyle. Sen kayakta sonra gittin. Var, Belarus geldi. Abi bir de dışarıda oldu bu ya. Var, bakın oldu o işte. Yıkımız oylattım bu. Ay tamam, kıyam başlattı. Bir şey istiyor hatta. Şam'da düştüğünün. Ne yarım ellik. Ne yarım da? Ay şu, tablayı onu şimdi tekne bozuluktur ona. Uyma şuna ayısı söyle. Ben yıkıldı var. Suşamın öyle. Kazanlar yazdı mı ne? Kazanmayacağımda Kazandan kaçacağımız Zıpsaldım üstüne gitti. Ya o şey içmektir o, tasmayı. Büyük olsun. Evet, o da bulay olsun. Bulaya da benim kasımda oturmuş, Margaret sos söylüyorsun. Sosun indi, özüm toşkuşum koyayım. Ya, kusma. Oturayım, işin olduk mu? Ondan beni tanımaya katacağım. Kızım, bıcıdı kumacaktım. Bayağıdan beri 20 yıl oldu. Sonra yok hani? 20 yıl oldu. Mutatlı oldu. Ben gökten 20 yıl vardı. Arkadaşımdan ağır başlattığım oldu. Gündemi sağ olsun, başlattığım oldu. Ağır sağ olsun. Ağır değil, çevireyim. Ağır başlattığım. Ben gideyim, yaşlarım. Biraz gittim geldim. Жақсы уақыт қой мектепке барған. Бала уақыты жағы. Иә, бала кез артыңызда ештеңені ойламайсың, алдыңызда не күтіп тұрған жақсы уақыт қой адам. Мына неге Қазалдың жігіттеріне, қыздарына үлкен рахмет. Осы жағын 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл деп әйтеуір организовать етіп жатыр ғой. Өмірлері ұзақ болсын, балдан рахатын көре берсін, жамандық көрмесін. Қалғандарың осы топпен 60 жылды бітіргеніне кездесіңдер. Орталарың азаймасын. Бірінші денсаулық қой, денсаулықтары мықты болсын. Өмірге келген балдардың рахатын көрмей, осы тұрғанда не только балдарды өсіргенше, немерені өлгенше деп, осы тұрғанда немере бағып жатырмыз. Құдай біз шөбере сүйгізсін. Не дейін, осы той, жақсылық, осындай кең дастарханның қазында кездесе берейік. Егелеріне үлкен рахмет. Осы жаққа келіп жатыр ғой, біздің құрдастарымыз деп үйіне дастархан жасап,
жаңағы бізді сыйлап үйіне шақырып жатыр. Әйтеуір аман болыңдар, бәріміз де осындай өзіміздің жаңағы кездескен жерде отбасыларыңды көріп, бастарын қосыла берсін. Мен соған бәріне тілектеспін. Мына сөздің астын қою. Ой деп. Ал енді азаматтар, достар, сөйлеуін шақырайық. Зәуре келейік. Класстасын сөйлейін деп жатыр. 10 жыл көріп жатқан. Біз мынау Зәуремен Ескірода бір оқыдық. Содан кейін мына қыздар қойылды. Өмірдің қалауы Арайымда да оқыдық. Сол енді бүгін жетен Зәуре жаңағы осы дастарханның басында өзіммен бір оқыған достар бәрі сөйлеп болды деп ойлаймын. Жақсы тілектер айтты. Естілмеген тілектерді айтты. Оңталаптың сөзі ерекше болды. Оңталапты мен кеше айтамын, батаны бересің деп. Оның батасы айтқан тілектер бөлек. Енді білесіңдер ғой, сондай салада жұмыс істейді. Сондықтан ұмыта берейінші мен, сен мақтап жатырмын. Ал енді жетен Зәуре ауылға келгеннен кейін шай беріп достарыма деп тілек айтылып жатыр ғой, қайталағанды сәні болмайды дейді. Сонда да болса, бұл сіздердің азамат екенін, азаматшылығыңды көрсетеді. Елдің азаматтарында достар жан-жақтан жиналып жатыр ғой, келіп бір шай берейін деген мәселе. Рахмет. Мынау енді азаматтардың бәрі тілегі Алла тағалам қабыл етсін. Отбасыларында тек қана той болсын. Жетелеген бір жаста қартайыңдар. Еш уақытта жаманшылық көрмеңдер. Жаманшылық болса өзінің жолымен болсын. Балдарың өссін, ойсын, көбейсін. Сіздердің іздеріңді ұстап, шаңырақтарды арман қарай жалғастыру үшін қала берсін. Ал енді достар, мынау енді бәрінде кішкентай бала емеспіз, бәрінде бір отаудың отағасысыздар, атасыңдар. Сол қызметті атқарып жүрсіңдер, атқара беріңіздер. Оттарыңның басы аман болсын, жақсылықтарың мол болсын, дастархандарың тек наннан кетпесін дейді қазақ, наннан кетпесін. Қастағы жолдастарыңыз аман болсын, еліміз тыныштық болсын. Қазір көріп отырсыңдар ғой, болып жатқан бір қызық нәрселер көп, Құдай беті аулақ болсын. Аман есен осылай жүре берейік, қадамымызды нық басып, 60 жылға барайық, 70 жылға барайық, 80 жылда аздап көрейік, сосын 90-100 жылда кездесейік деген екен тілек айтамыз. Аумин. Сол 100 жылдан келмейді шығар. Шынымды айте, бізге ақша төлеу керек. Ана Фейсбукта жүр ғой, кісі қылмаймын қаяқты. Біздің енді мұсылмандар 168-ге келген кісі дейді, 138-інде үйленіп шағырап көтеріп балалы болыпты деген жеткіз. Шыны ойлаймын, шындау өтіп па деген жоқ қойып. Енді сен доғдырсың ғой, білесің ғой. Сөйлеп жазып қойып. Шетелде ма? Фейсбукта жүр. 168 жасқа келіпті. Жеткенде бар, жетпегенде бар. Өмір бойы. Бұйырған адамдар көріп жатырмыз. Бұйырмаған адамдар Бала шағаның рахатын көрдіңіз. Екеуің тең отырып көрдіңіз. Тең отырғанға жетпейді екен. Деп қоям ғой. Біреу бірден айтты, мен босап кеттім. Себеппенен енді жылда кездесіп жатқанымыз ғой, бір-бірімізді көргеніміз бар, көрмегеніміз бар. Құдайға шүкір деп айтайық, осы күнге жеткенімізге. Аманшылық болсын, кілем ғана тойда жүрейік. Алланың рахатын көріңдер, барлықтарында қызық көріңдер, кілем той көріңдер. Алла бұдан да жоғары 60 жылға 70 жылға кездесулерді жаза берсін. Барлықтарында кілем ғана қызық қуанышта жүріңдер. Зәуре мына балдарыңның жетен екеуің тең отырып көріңдер, қызық.
бақытты болыңдар енді барлықтарың деп айтатын сөз таппай қалдым. Болады, осының өзі қандай жақсы сөздер. Тұрсын ғой енді. Есіме түсіп кетеді екен осындайда. Тойға барғандағы екен, мен өмір екеуміз жүретін едік. Ал қыздарымна бүгінгі мерекелерің құтты болсын, төл мерекелер. Мына 50 жылда бас қосып отырмыз. Бұрында 5 жылдық, 10 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық өткіздік қой онда. Араласқандарымыз бар, араласпағандарымыз бар енді. Басымыз бүтін болсын, бауырымыз аман болсын, жан-жағымыз, бала-шағамыз аман болсын. Әрқашан осындай 60 жылдық, 70 жылдықта бас қосып кездесе берейік. Жетеміз әуре, ұлттарың басы аман болсын. Балдарының қызығын көріп, немере шөбере шөшектің қолынан су ішуді жазсын. Екі ортаны жол қылып, ана жақта бір барам, мына жақта бір барам, балам ғой, дәрі өзіңнің үйің, шаңырағың. Сыйлап құрметтеп, дастархан жайып, шақырып атсындар, рахмет, Алла разы болсын. Әрқашанда берекелі, мерекелі болсын ұлттарының басы. Дүния, Тастығай, Мұхан, Маржан деген адамға елеуші алғысымыз шексіз. Аяғымыз сау емес, жүгіріп бар, анан-мұнан көмектесе қояды. Үйде отырып сайраймыз, тіліміз сау, анан бүкейміз ба, анан шектейміз ба. Мұнандай нені бір не қылып, басқарды қылу деген ол оңай емес. Алла разы болсын, Алла денсаулық болсын, Дүрия. Аяғын жазылып кетсін, жүгіріп шауып жүр ертең Сол барақтарың, оттарың басы аман болсын, Алла тағала ауызбіршілігімізден айырмасын, аузымыз бір болайық, біріміздің жақсылығымызда, біріміздің немізде бас қосып, аман есен төрт өзіміз түгел бола берейік. Енді осы бір кластастардың ішінде қалып тұрған шамшақ Плешо дейді. Қалғандарына да беріпсіз. Кемпіңдер сендер күшті. Жігіттеріміздің келіншектерсіңдер. Неге біз сендерді олай жасып? Amin. Allah yardım. Yağdan buradasın, iş zamanı olmasın. Medine'de Muhammed Turkstan'da koyarsın, Şehir'de olsan bak, öyle kularsın. Belediye'de kovup koyduğun saptasın, ellerine salıp dursun, mallarına bağlıp dursun. Dasturxanların uyuğuna koyuşmayın, toy karşılasın. Allah kabul. Bugünden başta buradasın. Bugün baldarın öndürmeyen adamı gördün mü? Evet, burundan buğda. Кеткенің келсін, кемтігі болсын, Құда жолың қабыл болсын, аманшылық болсын, дендерің сау болсын, балдарыңның өздерінің ауызбіршіліктерің болсын, мына отырған қыздарың да ауызбіршілігі болсын, жігіттерің де ауызбіршілігі болсын. Тойымыз тойға ұласа берсін. Жетен аға, мына дастарханыңыз әрқашан тойға жайылсын. Іші жанға толсын, мына неңнің шаңырағың сырты малға толсын, аман бол, жүре бер. Екі жаққа шапқылап, екі ортада жеңген екеуің жүре беріңдер. Аман сау болыңыз. Бақытты болуыңа мен Балқия, есімді Балқадиса емес. Балқия, баса билейік шекенді. Балқия, бақытты болуыңа мен Балқия, Балқия, Балқия. Vallahi bitti rahmet.
Сол кезде қыздар түсіріп жатқанда қойшы. Түсіре берсін. Өсек айтып отыр. Айта берсін. Анау жүріп, сағына кетіп жүрмейсің, анау жүріп. Нечейсің бе екен? Бұл қызылорданың жігіті қайтады қазір. Сол ата әже болып алған келген ұрпаққа тілегін тілеп отыра беріңдер. Аман болыңдар, дендерің сау болсын. Әр уақытта аман болайық. Дастархандарың әр уақытта кейін жайла берсін. Енді жайлыбай іздеп тауып алатын қой. Қаяқтасың? Қызым айтқан ол зәуре деген келді. Мен барып операцияға түстім көзге. Содан сұрадым. Сосын Жайлыбай қайда деп мен соны класстасымын дедім. Бір көзге операция аттым. Енді екінші көзім барып едім. Ол енді адам көп екен, іште үндеген жоқтың шығып кетті. Көзді ғой, төмен жағы olmasa. Жасама көзді жағы. Абел саған көзді. Ол алшыдан кейін. Жақсы көріп жатыр. Көзді қой. Жақсы алмастық болсын. Сипасаң жау бара соң көзді қой оны. Нағашым деген қандай тамаша адам. Жәуре сөйлеп жатыр. Құрметті класстастар, Осыны айтқысы бәрі осы ғой. Шеттен айтады, бәрі әйтеу аман есен төрт көзімізді көріп Рахмет. қауышып кездесіп жатырмыз. Осы себеппенен. Осы еңбекті жасаймын дегеніне қуанып, маған тыныштық болған жоқ, шындығын айтайын. Қуандым. Төрт ай болды, 5 ай ұйқысы жоқ. Постоянно деревня сөйлесіп жатыр. Зәуренің сөзі бөле бермейді. Сонымен енді екеуміз де бір мектепте, бір класста оқыдық, осы класстастарға тамақ шеттеп жүредік. Рахмет. 5 жылдықта бір кездесіп өсейдік. Рахмет. Сонан кейін мен шармайтын, елу жылдық өмір жоқ қой бізге. Тәуекел онда класстастарымызды шақырып жіберейік. Сен құптасаң, мен дайын дедім. Бақытты болыңдар. Сонымен құттап, екеуміз сол келісіп, класстарын қосайық, класстастарын көрейік деп, сонымен сендерді шақырып осы тамаққа келсін деп, дәм татсын деп, үйден қауқылдасып отырсын деп, сөйтіп қуанып сөйтіп жатырмыз сендердің келгендеріне. Мынау бәке, мынау үлкен бір қарауын ғой мынау. Баяғы Керімбай атамыз бар емес па? Соның орнына. Онан кейін Байзақтың орнына. Онан кейін мына Жеткербайдың орнына. Енді батон. Мына қарауын ғой. Мына бала 81-ші жылғы өзімнің жаңа, өзімнің атамдікі. Ана жаңа Қызылордадағы бала, ол мына Темірхандардың ұруына бергенбіз. Атама жетеннің нағашы. Екі ұруды басын біріктіріп отырмын. Оған бергенбіз. Енді ол бала Темірхан туысқан. Ол бала үйленгенде осы Темірхандардың өздерінің ұруларына берді. Қонақ болып отырдық. Өйткені атам мен әжем айтқан, Дәуре мен ертең өлеге кетсең естейсің, балам қайда қалады деген. Сосын мен айтқанмын кемпіршанға, тәуекел кезінде көрерміз енді. Әйтеуір тірі жүрсем, өзіңнің ұруыңа беремін деп, өзіңнің ұруларыңмен қатыстырамын дегенмін. Сондықтан сол бала ол уәдемде тұрдым. Өзім уәдемде тұрдым, оның баласы, ер баласы жоқ, ол кемпіршалдың. Сонымен соның атына жаздырып, өзі сол ұрумен қатысады осы күні. Осы Темірхандар осы өзінің ұрулары жайлады. Тасыбайдың жаңағы туысқаным. Енді құрметті класстастар, мен сендерді көргендеріме қуаныштымын. Қуанып жүрмін. Осы келеді дегенмен қуандым, шынымды айтайын. Дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын, ұрпақтарыңның қызығын көріп, барлықтарының да жақсылығын ұрпақтарының көріп, немереден шөбере сүйіп, кемпір шал болып, аман есен жүре берейік. Ауызбіршілігіміз нығайсын, сыйластығымыз артсын. Мына дастарханымыз тек тойға, қуанышқа жайылсын. Бір-бірімізді көргеніміз бір бақыт мен үшін. Ал, құрметті тамақ қалсын. Енді сабақ алсын. Бақытты болайын. Бақытты болайын. Міне алыңдар.
Темірхан табармайсың мына бұйырған деген баяғыда қамбас алып келді бұндай болмайды қонаға жібермейді ана спорт соны білмейді Әсем шағыз атасы ғой әсем шағыз ләззат келе бер ләззат қаяқтарын айтады бақыт орында алла денсаулық берсін мен атамын сені бүгін жайдаған алла денсаулық берсін келіңдер жақсы отырыс болды ақылдан бер ақтан бер ер маңдайын баққа бер ұзақ өмір денсаулық осы отырған топқа бер қуаныштарың көп болсын бастарыңа бақ қонсын уайым қайғы жоқ болсын көңілдерің шат болсын бастарыңа байрақты бақ қонсын көңілдерің шат болсын ұрпақтарың өсе берсін елдің көкейін тесе берсін мына бірліктерің баянды болсын тойларың көп болсын шаттықтың шырайын келтіріп ұзақ өмір сүре беріңдер бір-біріңді іздеуден жалықпаңдар қанат бітсін көңілдеріңе өз әлемдеріңде мәңгілік қалыптаңдар аузымызға бірлік болсын, денімізге саулық болсын, жылдан жылға аман есен өстіп қауыша берейін.
жетістігі бар, кім қандай жағдайда, кім күліп жүр, кім қуанып жүр, кімнің басында нелер болды деген сұрақтарға жауап іздеу үшін бір-бірімізді танып отыруымыз керек. Сондықтан да жақсы кездесу болды ғой деп ойлаймын. Мына Қуатбай деген кластасымыз табиғатынан маңғаз, өзі мінезіне ісі сай жігіттердің бірі. Достық деген не екенін білетін бала бұл. Шалды үшін бала емес. Не үшін бала ғой? Достықты жақсы білетін, достықты бағалайтын, досын іздейтін балдардың бірі. Сондықтан да мынау шаңырақ отаныңа келіп жатырмыз, дастархан дәулетіңді көріп жатырмыз. Мына ниетімізді, тілегімізді айтып жатырмыз. Осы жарастықтарыңыз ұрпақтарыңызға, өздеріңізден ерген қараларыңызға жұғысты болсын. Ер баладан үшеуміз үлкен інім осы жақта тұрады, Мұратбай деген. Ең кенже інім ғой, Қайыржан. Қайыржан, Ақтөбеде тұрады. Келінім мұны. Нағима. Мына Қырғызстан келген ғой. Мына көлге кеткенге келген ғой. Таныстырып жіберейін деп жатырмын. Балдарым келіп таныса береді ғой жай. Қырғызстанға келген ғой. Неден деген? Кездесулеріңіз ұзағынан болсын, жылда кездесе беріңіздер, аман болсын. Анда ойда тұрдық қой. Қонақбайға, Алпысбай. Бәрі танимыз ғой бала болсақ та. Бекбосын ағам күнде ауылдан міне жүрді ғой. Мен танишым бар, Штырмиченко. Мұратбай ағам досы болды. Оң бойдына да өте. Қонақбайға бұлай өтесің ғой. Дос болу керек. Аман болыңыздар. Қуанышта кездесіңіздер бәрі. Аман болыңыздар. Тасыбай баста енді. Сөйлесіп бір мұраға келіп, осы бүгінгі 19 маусымға уағдаласып міне мектебімізге келіп кездесу өткізіп шараларымызды жалғастырып жатырмыз. Жаңа айтып өтті, Темірханда мектептегі кездесу жақсы өтті. Менің өзім ойлағаннан да артық болды деп ойлаймын, өзім ойым енді. Мынау енді 20 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп қазақ айтады. 20 жыл енді жарты ғасырлық өмір адамның. Ол енді Алланың әркімге берген рызық несібесі. Мынау бізді осындай 20 жылда кездесуге жазды. Кейбіреулер оған жете алмады, иманды саламат болсын олардың. Жазғышша өзіміз шоқты да әркімнің аңдай жаздыған. Тағдыр ғой дегенім ғой. Енді мынау Алла аманшылығын берсін, мына 20 жылдан бері көрмеген қыздарды да көріп жатырмыз. Мысалы, Мыңбай бабағым күлді. Қалғандарын енді көбісі көрген екенбіз. Кейбірі 30 жылдан кейін 20 жыл кездесіп жатырмыз, 20 жылдан кейін. Мынау енді 20 жылды кездесуіміздің мақсаты бір екен. Басымыз жеп кетуіміз, бір-бірімізді сағынып көріп, оқымызды басып, мынау кезінде бір мектепте оқып едік. Оның үстіне бағанада айтып отыр ғой. 74-тің күзінде 81-сі Қызылжар орта мектебі 8 жылдық 10 жылдық болып, осында әкеліп интернат ашып, жақын жерде Шөмішкөл, Батайғашқа, Ескіра, Райым келіп интернатта жатып оқып, біз алғашқа соның түлегі болдық. Сол түлектігімізді ұмытпай бірінші алғашқы деген атымыз бар ғой деп, жігіттер келісім керек болса ана мектепке жаңағы қақпасы соқ беріп жатырмыз. Мынау кейінгі ұрпаққа үлгі болсын деп жатырмыз. Олардан риза болып, жаңағы директор ініміз жақсы айтып жатыр, аға сіздердің үлгілеріңіз жақсы болды деп. Біз енді былайша қарағанда, жаңағы қырғыздарға қарағанда жазымыз
70-ке таяп қалды, 68-ге қарадық енді. Бізде зейін жасында адамдарымыз қойып адамыз бар. Оның үстіне мұғалімдерімізге жаңа көзі тірі қалған, үшеуі қалған екен, соларға сый-сияпат істедік. Оларда бір марқайып қалған шығар. Жалпы бастауы жаман емес. Енді оның үстіне мына 2 класстас жігіттер үйлеріне қонағасы беріп жатыр, мына елге келмедіңдер. 30-дың басынан дәрт татыңдар деп, мына балдарыма баталарını беріңдер деп. Соның бәрі қабыл болсын. Өке, Айшоқпан, мына оттардың басы аман болсын. Елдерің сау болсын. Алланың берген жасы жасап, 100 жасаңыздар, бірге қартайыңыздар. Балдарының немерелерін көріп жатсын, шөбере, шөп-шөп көріңіздер. Алла аманшылығын берсін. Мына жігіттердің бәрінің де отының басында қуанышты той болсын. Бауырымыз бүтін қатарымыз сиремей. Енді 10 жыл болмағанмен, Құдайдан аманшылық болса бір 5 жылдан кейін тағы кездесуге жатсын. Бейбайды оған жұмыс істеп жүре беректесін, қоят шығар баяғыда жұмыс істеп жүрген кезде, жас кезімізде 55-пен шығарады машинистерді, үлкен шалдар. Біздер өзі 20-ны ойлайды. Ойбай, 55 қайда, біреу қайда, оған дейін деп. Ол зырет өте шығар екен. Деп ода 42 жыл жұмыс істеп, 58 жасында пенсия аштым еді. Бәріңе бұрышық болды көбісіне енді. Жекілікпен е. Құдайға шүкір 9 жыл болды, қазір соңынан жеп жатырмыз бала шағымызбен. Алла аманшылығын берсін, зейнетін көріңдер. Пенсияларын көбейе берсін. Ең бағасын дендерің сол болсын. Балдардың, немерелердің қызын көріп қызықтап, олармен жүре берейік. Әйтеуір, қайтыда жүрсеңдерді аман болыңдар. Ясықтай аманшылықтарын сұрастырып тұрамыз кен қайыққа жүріп. Аман бекен ауырып қалып десе уайымдаймыз. Дегенмен енді мектепте жаңа 10 жыл бірге оқыған, 3-тен бірі өмірімізді мектепте өттік, одан кейін өндірісте екі бастан. Алла аманшылығын берсін. Жиі кездесуге жатсын. Ол ең қуанышты тойда келсек, ауырмаңдар. Деген тілектерің бүгін бәрі қалды. Бере бер, бара сөйлеу, қатар сөйлеуіңдер ана. Жұбатқан. Кім-кімге де бір кемдін жоқ деп Аллахың көнесін. Сонан кейін қызым Мира Қазада тұрады. Қолымдағы балам шын болады. Екінші бала ол. Келінім ғой Айгерім. Шын болады денесі. Мынау келде бала, Айболат деген бала, Қазалда тұрады. Мына келінім, Айболаттың жолдасы. Айдана. Не деген бар? Қолымдағы баланың үлкен қызым ол, менің өзімнен қызым. Гүлжанат деген. Қолымдағы баланың 4 қызы бар. Соның да 3-ші қызы. Бақсер. Гүлсезім деген бар. Гүлсезім деген бар. Ол қыз сияқты бақсер. Кім қалды енді? Бір қыз бар райымда, тұрмыста. Осы ғой. Бисмиллахиррахманиррахим, бисмиллахиррахманиррахим, бисмиллахиррахманиррахим. Мынау деннің саулығын берсін, отбасыларының амандығын берсін. Жақсылықтарыңыз мол болсын, бәле-желден, қатерден, қауіптен сақтасын. Жорытқанда жолдарыңыз болсын, қытырата жолдастарыңыз болсын. Отбасыларыңыздан нам мол болсын, жақсы жаңалықтар мол болсын. Не дейміз, мынау достардың қосылғаны құтты болсын, өліге иман берсін, тіріге береке берсін. Ақ жол! Оқа, Thank you.
Ağa ardına var ağa. Telefon tasla. Şöyle çıkın dipten bas ver bakayım.
Sen alışmışsın mı? 11 yaşında şimdi yok mu ne? Hadi kaç şey? Bana kadar işe de koyalım. Kulübeden haber öyle. Hastalık verin de. Ayakta baskı. Erine basayım Ya bana sana karşı bombuzun gibi. Ya koş da şimdi gelir. Sen bu dakika düştü. Bak. Ana makala çizdi. Çok hasta. Bastım babam benim. Basıyla anekte gitti. Anekten gitti. Ben sokamayacaksın da. Basa bak anekte gitti o sen sana basın. Bir şey gibi. Ama benim tabağıma bir sene bilmekte beni Sen çok korkak bir çiftim. bastı sana. Vay ciddi gidiyor. Bastı sana alttaki anacak kadir bu. Şimdi sana gitti. Ben götürürsem kes bana. Kızlar benim de tabaklarım. Bana ağın tabağımlar. Geliyor bırak. Hani benim de var. Benim tarafı atayım bak anne. Ona yavrum da. Taki, birisi çocukta tamam. Uygun mu? Kişi bu. Çocuk tamam. Kolumlu mayıncağını gibi basma. Bak kadar da ketlenin geçirsin, bağırın bereketini geçsin. Ömürge iman olsun. Buna bir batkan. Sadakanın bizde kadar jolun kabul olsun. Buna talabımız oğun olsun. Yerimiz yıldan yıla aman esen. 20'den 25'e 60'a yetkizsin. Osattın baslar. Da dastarxanda әрқашан аманшылық осындай той қуанышты бола берсін. Ана кім Молдана сен де бір бата бермеші? Оқа. Қуаныштарың көп болсын, бастарыңа бақ болсын, әулет аман болсын, жан-жақтарың қуанышта болсын, дегендеріңе жетіңдер, қиындықтан қиналмай өтіңдер, жандарыңа Құдай жақсылық ұялатсын, жаманшылық болмасын, адалдан берсін, ақтан берсін, ер маңдайын баққа берсін, ұзақ өмір денсаулық осы тұрған тоқта берсін. Шалдарға кәдесі істейді. Қайтадан бата беретін болды. Дастарханда алсыңдар, бөліп алыңдар. Қой, Gülge iman versin, birge bereket, barga bereket versin. Berip atkan sadakаны Allah kabul etsin. Dastarxana berekeli olsun. Sosyalde katılsan var, bu